бірінші формасына түсуі тиіс. Міне формуласы did not verb 0. Олай болса, enjoy дегеніміз бізде бірінші формасы дұрыс. Одан кейін did not келу керек. Жақсы. Демек бізде А нұсқасы бұл жерде дұрыс жауап болып табылады. I didn't enjoy it much. Жақсы. Келесі бізде 9-шы сұрақ. The patient is much about. Енді мына жерде дұрыс сөйлемді аяқтауға қолданылатын сөзді табыңыз дейді. Жалпы that дегеннен кейін міндетті түрде сөйлем келуі тиіс. Жаңа көрдіңіздер ғой. Алдындағы бір слайдта не қылдық? Міне I think this is the best museum. That деген екен сөйлем аяқталып қалмайды. Одан кейін екінші бір сөйлем болу тиіс. Сондықтан да А нұсқасын біздер сөйлемнің соңына қоя алмаймыз. Так, Д нұсқасын көрейік. Д нұсқасында such. Such деген екен міндетті түрде as деген сөз келу керек. Сосын барып, ары қарай мысалдар кету керек. Демек, such пенен де біздер сөйлемді аяқтай алмаймыз. This деген де дәл солай. This дегеніміз бұл. This is something деген секілді ол да ары қарай жалғасып кетуі керек. Ал the same деген сөз арқылы біздер сөйлемді аяқтауымызға болады. Сонда бізде дұрыс нұсқасы В. Тіпті сөйлемнің мағынасын білмесеңіздер де, бірақ олардың грамматикалық қолданылымдарын дәл осылай білетін болсаңыздар, онда сіздерге тестті шешу оңайырақ болады. Кеттік. 10-шы сұрақ. The train goes through tunnels. Демек, train, поезд, 3 туннель арқылы өтеді деген сөз. Яғни, арқылы деген мағынаны білдіретін демеулік бұл бізде А нұсқасы through. The train goes through 3 tunnels. Яғни, 3 туннель арқылы поезд өтеді деген сөз. Жақсы, in front of дегеніміз қандай да бір нәрсенің алдында, from дегеніміз қандай да бір жерден, at дегеніміз бұл нақты бір мекеннің айналасында орналасу деген мағынаны білдіреді. Сондықтан бізде арқылы деген мағынаны білдіретін демеулік ол through, А нұсқасы. Келесі 11-ші сұрақ. Wangari Maathai from Africa, the Nobel Peace Prize in 2004. Жақсы. Бұл жерде Wangari Maathai деген адам дейді Африкадан Нобель сыйлығын 2004 жылы алды деген сөз. Енді бұл жерде бірден біздің назарымыз мұндағы in 2004 деген сөзге аударуымыз қажет. Неліктен? Өйткені бұл бізде өткен шақтағы нақты орындалып қойған іс-әрекет деген сөз. Дұрыс па? Яғни 2004 бұл өткен шақтағы уақыт. Демек, нақты уақыты белгілі болғандықтан біздер бұл жерде past simple қолдануымыз керек. Және сондай-ақ өздеріңіз мұнда көріп отырғандай past simple'дың пассивті формасы керек. Жалпы passive voice'та өткен шақта to be етістігі ол was не болмаса were болуы керек. Демек, was awarded. Сын нұсқасы бізде бұл уақыт. Демек, нақты уақыты белгілі болғандықтан біздер бұл жерде past simple қолдануымыз керек. Және сондай-ақ өздеріңіз мұнда көріп отырғандай past simple'дың пассивті формасы керек. Жалпы passive voice'та өткен шақта to be етістігі ол was не болмаса were болуы керек. Демек, бұл жерде дұрыс жауабы Д нұсқасы. Яғни was awarded. Сын нұсқасы бізде бұл present passive, has awarded бұл жай ғана present perfect жағы, passive voice'та емес. Has been awarded бұл present perfect passive. Жақсы. Келесі 12-ші сұрақ. When did you get the new job? Сен жаңа жұмысыңды қашан алдың, немесе жаңа жұмысқа қашан орналастың деген сөз. A month ago. Бір ай бұрын. After my exam. Қарасаңыздар, мұнда a month ago деген қалай сақ болады? Бұны анықтауыш сөз. Яғни осы анықтауыш сөзге қарай отырып, біздер іс-әрекеттің өткен шақта орындалғандығын білуімізге болады. Және нақты уақыты бізде белгілі, ол бір ай бұрын. Демек, бұл жерде past simple болуы тиіс. After I жай ғана passed my exam. Болды. Өте қарапайым. Past simple'ның формуласын білетін шығарсыздар. Іс-әрекетті орындаушы сәтесімен кейін етістіктің екінші формасы егер бұрыс етістік болса, ал дұрыс етістік болса, онда оған жай ғана ed жалғаймыз.
I passed my exam болды дейсіз. Келесі 13-ші сұрақ. He advised me until tomorrow. Алдыңғы нұсқатаулы сабақтарында естеріңізде болса, бұл жерде бізден сұрап тұрған нәрсе бұл complex object. Complex object естеріңізге қайтадан түсіре кетейін. I want him to do something. Көрдіңіздер ме? I want him to do something болады. Демек, мына жерде he advised me to wait until tomorrow. Сын нұсқасы. Енді сіздер сұрауларыңыз мүмкін. Мына жерде не деген бар ғой? Жаңағы verb ing тұр ғой. Coming, leaving дегеніміз. Бұл coming, leaving verb ing-лар қай кезде қолданады? Қараңыздар. See, не болмаса so деген кезде ғана. Алдында қателеспесем екінші нұсқада болу керек, 5 етістік болған болатын. See, hear, notice, тағы watch деген секілді адамның 5 сезім мүшесі арқылы жасалынатын етістіктер. Солдан кейін ғана біздер verb ing, не болмаса етістіктің бастапқы бірінші формасын қолданатын тұғымыз. Ал қалған жағдайларда 2 plus verb 1 болды дейсіз. Сонда дұрыс жауап бізде сын нұсқасы. He advised me to wait until tomorrow. Так, келесі 14-ші сұрақ. The influenza pandemic of killed millions of people at the end of Second World War. Жақсы. Енді бұл жердегі 1918 жыл дегенді қалай оқимыз? Жалпы ағылшын тілінде жылдарды оқыған кезде олар әсіресе осы 1995, 1998 деген секілді жылдарды оқығанда бұлар ал 1998 не болмаса 1918 деп оқиды. Демек, бірінші 19 дегеніміз бұл бізде 19, екіншісі 18. Демек, бізде 19-18 нұсқасы 1918 болуы тиіс. Ал қазақтардікіндей 1918 деп ұзақ қылып айтпайды. Сондықтан в нұсқасы, немесе с нұсқасы, д нұсқалары бізде дұрыс жауап болып табылмайды. Келесі 15-ші сұрақ. My sister works in a travel agency now. Before that, she in a shop. Қараңыздар. Менің әпкем турагентте қазір жұмыс жасайды деді. Бірақ оған дейін, қараңыздар, before that. Демек, бұл өткен шақтағы іс әрекет деген сөз. Олай болса, қарапайым past simple, әлбетте she worked in a shop болды дейсіз. Сын нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады. 16-ші сұрақ. She permitted the children. Бұл да бізде complex object. Бірден ойланбай дұрыс жауап беруге болады. She permitted the children to stay up late. Бұл нұсқасы дұрыс жауап. 17-ші сұрақ. You have right. Silent. Жалпы бұл жерде грамматикалық ереже қажет емес. Бұны сіздер естеріңізде сақтай алуларыңыз қажет. Жалпы have right plus to verb 1 болу тиіс. Демек, бұл have right дегеніміз сенің құқығың бар деген сөз. Мысалы, мен өзім дұрыс деп тапқан нәрсені айтуға құқығым бар деп мен ағылшын тілінде қалай айтам? I have right to say what I believe to be true. Көрдіңіздер ме? I have right to say. Менің айтуға құқығым бар. Нені айтуға құқығым бар? Мен дұрыс деп тапқан нәрсені дейді. Демек, мына жерде you have right to remain silent. Сен үндемей қалуға толықтай құқығың бар деген сөз. You have right to remain silent. Жақсы. Келесі бізде 18-ші сұрақ. You have done work, then I have. Then сөзіне назар аударыңыздар. Бұл бізде салыстырмалы шырайды қажет ететін анықтауыш сөз. Олай болса, қайсы бізде салыстырмалы мағынаны беретін сөз болып табылады? Many емес, the most емес, more дұрыс, much емес. Сонда дұрыс жауап бізде сын нұсқасы. 19-ші сұрақ. She an account with Halk Bank since 2010. Не болмаса 2010. 2010. Ал кеттік. Оның Халық банкте 2010 жылдан бері аккаунты бар деген сөз. Есеп шоты бар деген сөз. Демек, өткен шақтағы нақты бір уақыттан басталып қазірге дейін жалғасқан іс-әрекетке біздер present perfect не болмаса present perfect continuous жағын қолдануымыз керек. Демек, бұл жерде have, яғни